Бүгін біз махлюбе тамағын жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Бізге қажетті заттар ет, жуа, сәбіз және картошка. Осының барлығын бір-бірлеп жақсы етіп қуырып алатын боламыз. Қызып тұрған майда етімізді жақсылап қуырып аламыз. Қуырылатқан етіміздің үстіне тұзымызды салып, өздерің қалауларың бойынша дәмдеуішті сала берсеңіздер болады. Қақпағын жауып 10 минутқа қалдырамыз. Етіміз 10 минут қуырылып болғаннан кейін үстіне қайнаған су құйып 1-1,5 сағатта орташа отта пісіретін боламыз. Қызып тұрған майымызға сәбізімізді салып, екі жағын тең-тең қылып қызарғанша қуырып алатын боламыз. Одан кейін картошкамызды дәл солай қызарғанша екі жағын бірдей қылып қуырып алатын боламыз. Қызып тұрған табамызға бір ожауға сақтай май құйып, күрішімізді 5-10 минут араластырып отырып қуырып алатын боламыз. Ешқандай су ештеңе қоспаймыз, күріштің өзін майға қуыратын боламыз. Ыдысымызға кішкене сұйық май құйып, дәл видеодағыдай барлығын бір-бірлеп салатын боламыз. Араларына тұз салуды ұмытпаңыздар.
Отқа ыдысымызды қойып, күрішіміздің үстіне су құйып, күрішіміздің үстінен 1-2 сантиметрдей суымыз өтіп тұру керек. Газдың астын қатты шығарып, күрішіміздің суы тартылғанша күтетін боламыз. Күрішіміздің суы тартылу үшін мен қасықпен осылай әр жерден тесіп шығамын. Енді өздерің қалауларың бойынша өздерің білесіздер, жалпы осылай істеген жақсы, себебі күрішіміз суы тез тартылады, тез тартылуға көмектеседі. Міне біздің күрішіміздің суы тартылды. Енді бетін жауып 20-25 минутта баяу отта пісіріп алатын боламыз. Тамағымыз дайын болғанша енді салатымызды жасап дайындап қоямыз. Қалауларың бойынша укроп, жапырақ қоссаңыздар болады. Міне біздің күрішіміз дайын болды. Біздің тамағымыз дайын болды. Енді ыдысымызға ақырындап абайлап салу керекпіз, себебі ыдысымыз тайып кетуі мүмкін қолымыздан. Міне мен салдым. Ыдысымыздың сыртынан қасықпен жан-жағынан ұрып шығамыз, қапталынан үстінен бәріне ұрып шығатын боламыз. Міне біздің маклюбеміз дайын. Жан-жағына салатты салып, айранды құйып, дастархандарға ұсына берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын. Мен суретке түсіруді ұмытып кетіппін. Менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.